Жансаян, қысқы демалысты қалай өткіздің? Мен үйде болдым, кино көрдім. Еңілік, сен ше? Мен де үйде болдым, кино көрдім. Неге? Әлде Жансаядан көшірдің ба? Жоқ апай, просто біз Жансая екеуміз бірдей кино көрдік. Жарайды. Сара? Мен атам мен әжеме ауылға бардым. Иә, ауылдық өмір қалай екен? Қалада не айырмашылық жоқ. Wi-Fi да, супермаркеті да, бәрі бар. Сенің ауылың қайда? Талғарда. Түсінікті. Зере? Қысқы демалысты қалай өткіздің? Сұрағыңызға рахмет, жақсы. Толықтырып айтпайсың ба? Айттым ғой. Айлин? Апай, біріншіден, бұл менің жеке шаруам, личное пространство. Енді бұл шығарма ғой? Екіншіден, мен ешкімнің алдында есеп беруге міндетті емеспін. Сен ғана емес, барлығы айтып жатыр емес пе? Үшіншіден, баланың айтуға да, айтпауға да правасы бар. Енді саған қандай баға қоям? Жарайды. Мен демалыстың бірінші күндері шаңғы тебуге бардым. Ал қалған күндері ше? Қалған күндері больницада болдым. Айлин, сен осыны айтуға ялдың ба? Уайымдама, жазылып кетеді. Рахмет, апай.